Ал енді сіздермен бүгін қызыл мақпал пирожныйын әзірлейтін боламыз. Ол үшін алдымен айранымыздың үстіне қызыл бояуымызды қосып араластырып бір шетке қоямыз. Қантымыздың үстіне сары майымызды, жұмыртқамызды араластырып бір келкі масса болғанша миксермен араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң айранымызды құямыз үстіне. Тағы да миксермен араластырамыз. Одан кейін ұнымызға қамыр қопсытқышымызды араластырып қойып, осы сұйық массамыздың үстіне салып миксерлейміз. Шет-шетінің барлығын осындай лопаткамен түсіріп алып миксерлеп аласыздар. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып алып, дөңгелек формаға келтіріп, табамызға пісіріп аламыз. Кремдеріңізді дайындап, піскен пирожныйдың арасына жағып, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.